Қайырлы күн. Душевойға кірсем, осы киімдер кеп тұр екен. Осыларды жинап алдым. Одан кейін жаңағы жан-жақты шашылған жерлерді жинадым. Сөйтіп жүрсем, қызым аузына бір нәрсе салып алыпты. Шығарып тастадым. Ақыр кірдім ғой деп, раковинаны жуа салайын дедім. Мына екеуін іші пысып, әсіресе екінші ұлымның осылай камераны жауып, жағаласып тұр. Не істесем де осылай жағаласып жүреді. Негізіне бұл баланың аты Марлен. Раковина жуып болғаннан кейін айнаны жуа салу керек. Оның бетін сүртіп қойдым, жан-жағын сүртіп. Оң жағыма қарасам, бұл жері ыбырсып шашылып кетіпті. Осы жерді де реттеп алдым. Туалеттің бумагаларды қызым шашып тастапты, ашып артық бумагаларды осындай ыдысқа салып қойдым. Негізінде мен тек киімдер жинауға кіріп едім деп қоям. Полды сүртіп кеттім. Осылай полды сүртіп жүрсем, қызымды жағаласып кеп алды. Сүртілген жерді басып, өзін мұрнынан су ағып қапты, салқын ұстап қапты кішкене. Камерамды әрі-бері жылжытып, телефонды осылай ойнап кетті. Болды, менді жинап болды, мен шығайын десем, екеуі мына жақты шашып, ойнап тұр. Ана Марлен істеп отырған қараңыздар. Біреу керсе ойыншықтары жоқ деп ойлайтын шығар. Түстен кейін бала-шағаның бәрін салып алып, жаңа көшеге шықтық. Көшеге болғанда үлкен ұлымды мектепке күреске тастап кеттік та, ары қарай больницаға Марленге қорға прививка салдыртайын дедік. Шақырған болатын. Ойында түгі жоқ, мәз. Больницаны басымызға көтеріп шықтық.